Қайырлы күн. Біз Алматы көпсалалы колледжінің бірінші курс студенттері. Мен Күмісбек Кәусар. Төленді Байгерім. Асылханова Альбина. Біздегі негізгі мәселе оқу орындарындағы қағаз қалдықтарының көп мөлшерде шығуы және қағаз құны мен қалдықтардың қайта өңдеу мүмкіндігіміздің жеткіліксіздігі. Біздегі негізгі серіктестер білім беру ұйымдары Алматы көпсалалы колледжі, Пифагор High School шеберлік сабақтарын өткізу алаңы, Recycle бірге қоғамдық қоры және де қайта өңдеу серіктестеріміз қалалық макулатура қабылдау орындары. Негізгі іс-әрекеттер қағаз қалдықтарын жинап, сұрыптау және сақтау, қайта өңдеу технологиясын қолдана отырып, экологиялық өнімдер жасау, эко білім беру бағытында шеберлік сабақтары мен тренинг өткізу, жобаны жарнамалау және қоғамда эко сананы қалыптастыру. Негізгі ресурстар, материалдық ресурстар және жиылған қағаз қалдықтары, қайта өңдеу құралдары, еңбек ресурстары, жоба жетекшісі, шығармашылық топ, волонтерлер. Маңызды ұсыныстар: экологиялық құндылық, қалдық қағазды қайта өңдеу арқылы табиғатты қорғау және орман ресурстарын үнемдеу. Ал білім беру миссиясы ол жастарды экологиялық мәдениетке баулу, оқу орындарын экологияндыру. Тұтынушылар сегменті. Мектеп және колледж білім алушылары, оқытушылар мен экоклубтардағы эко-акцияларға келген қала тұрғындары. Нақты іс-әрекеттерді қосымша видеолардан көрсеңіздер болады. Біз Экохаус командасы Алматы көпсалалы колледжінде қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу және экологиялық мәдениетті дамыту бойынша жұмыстар жүргізіп келеміз. Колледжге макулатураға арналған контейнерлер қойып, 700 кг қағаз жинап, қайта өңдеуге тапсырдық. Қайта өңделген қағаздан закладка мен ашық хат жасаймыз. Қайта өңдеу арқылы тек қалдықты азайтып қана емес, табыс табуға да болатынын дәлелдедік. Қағазда қайта өңдеу тақырыбында қалалық деңгейде мастер-класстарға қатыстық. Колледж ішілік эко-акциялар ұйымдастырдық. Біз болашақ үшін жауапты ұрпақпыз. Өзгеге үлгі бол, табиғатты өзіңнен баста.